Саламатсыз ба көрермен, қалай грыжаны халық емімен емдеуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Грыжа жарық кез келген жаста пайда болады. Оны қарапайым тілмен еттің қысылуы дейміз. Грыжа пайда болғанда түрлі аурумен белгі береді. Бірінің қолы, аяғы немесе бел ауырады. Қолын қимылдата алмай, жүре алмай, тіпті жатудың өзі қиындайды. Егер қысылған ет шіри бастаса, қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін. Сондықтан дертті асқындырмай, дер кезінде ем жасау керек. Алдымен грыжаның бар жоғын анықтап алыңыз. Егер ота жасату қажет болмаса, халық әдісімен дертіңізге дауа табуға болады. Қырлышөп тұнбасы: 2 ас қасық кептірілген қырлышөпті купена 2 стакан сүтке салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіңіз. Баяу отта 7 минут қайнаған соң оттан аласыз. Ыдыстың бетін жауып тұндырып қойыңыз. Тура 1 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішіңіз. Қырлышөп жүрек тамырларының атеросклерозына, ми ауруларына, жүректің ишемиялық ауруларына, инфаркт, қант диабет ауруларына керемет ем болады. Камфора майы: грыжаға камфора майын жағып, бетіне қарағай шайырын жабыстырып қойыңыз. Сыртынан жылы орап, 15-20 минуттай жатасыз. Ал кішкентай нәрестелердегі грыжаны да камфора майымен емдеуге болады. Ол үшін ауырған тұсқа сағат тілімен жұқа етіп майды жағасыз. 3-5 минуттай баяу қимылмен массаж жасайсыз. Құрық құлақ: түнде жатар кезде ыстық суға малынған құрық құлақты папоротник грыжаға жабыстырыңыз. Таңертеңге дейін қалдыруға болады. Кекіре тұнбасы: жарты литр қайнаған суға 3 шай қасық кекіре василек гүлін салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң сүзіп алып ішесіз. 3 шай қасық кекіре гүлін жарты литр қайнаған суға демдеп, күні бойы шай орнына ішіңіз. Татымы ұнамаса, 1 шай қасық бал қосуға болады. Беде қайнатпасы: 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық беде клевер шөбін араластырып, тұндырып қоясыз. Тура 1 сағаттан соң сүзіп алып, 1-3 стаканнан күніне 3 рет ішіңіз. Емді аш қарынға немесе тамақтанудан 30 минут алдын жүргізу керек. Қалақай: балғын қалақай крапива жапырағын жақсылап ұнтақтап аласыз. Оған қаймақ қосып араластырыңыз. Дайын болған қоймалжыңды грыжаға жағып, бетіне 40 қабат жапырағын жапсырып қойыңыз. Емді түнде жатар кезде жасаған жөн. Қарлыған: 1 ас қасық қарлыған крыжовник жапырағын жарты литр қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 2 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. Емен: 1 стакан суға 1 ас қасық 4% сірке суын араластырып, грыжаны сүртесіз. Сосын емен тұнбасын жылы күйінде жағып, 20-30 минут жатыңыз. Бұл ем грыжаны түбегейлі емдемесе де үлкеюіне жол бермейді. Еменнің жаңғағын, желут қабығын және жапырағын жақсылап үгітіңіз. Оны 1 литрлік банкінің 2/3 бөлігіне саласыз. Үстіне толтырып қызыл шарап құйып, күн түспейтін қараңғы бөлмеге қойыңыз. Тура 21 күннен соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, грыжаға компресс жасайсыз. Сыртынан жылы орауды ұмытпаңыз. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.